Тәуелсіздік деген сөздің мағынасы түсіне білген адамға өте зор. Өйткені сол тәуелсіздік жолына келу үшін қаншама қан мен тер төгілді. Жаңағы айтамыз ғой, ата-бабаларымыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен алып берген жері, елі. Қазақстанның 28 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Барлықтарыңызға семьяда бақыт тілеймін. Әрқашан асқақтаған абыройларыңыз болсын. Тәуелсіздіктің тұғыры биік болсын. Тәуелсіз ел болып қала берейік, әрқашан аспанымыз ашық, тыныш болсын. Мереке құтты болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Бақ бағалағаның кісінің басында ғана тұрады дейді халық, қазақ. Сондықтан біз мына осы келген тәуелсіздіктің бағасына жете білуіміз керек, бағалай білуіміз керек. Біз бұл тәуелсіздікті көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Ал шырақтарым, ел аман, жұрт тыныш болсын, тәуелсіздігіміз құтты болсын, баянды болсын.